Hi everyone, how are you? Бүгін сіздермен грамматикалық тақырып алатын боламыз, яғни present simple. Present simple осы шақ. Бұл яғни іс әрекеттің көбінесе қайталанатын іс әрекетті айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, күнделікті біз ұйқыдан тұрамыз, күнделікті жуынамыз, тамақ ішеміз. Бұның бәрі қайталанатын іс әрекет, яғни әдет. Present simple-да осы әдетті айтқан кезде қолданамыз. Және де екінші қолдану жағдайы белгілі заттар, яғни мысалы ғылыми түрде дәлелденген заттарды. Мысалы су 100 градуста қайнайды. Осыны айтқан кезде қолданамыз. Енді бірінші қолдану жағдайына келетін болсақ. Бірінші қолдану жағдайы, мысалы ұйқыдан тұрудан бастап айтсақ, I get up at 8 o'clock. Яғни мен ұйқыдан сағат 8-де тұрамын деген сөз. Келесі, I have my breakfast. Мен таңғы асымды ішемін. Осы жерде, яғни present simple-да етістікке үшінші жақта ғана жалғау қосылады. Қалған жағдайда етістіктің алғашқы формасы қолданылады. Мысалы, жаңағы екі сөйлемді мен үшінші жақта айтып көрген. Үшінші жақ дегеніміз ол жаңа he, she, it. Яғни он, ана, ано деп аударамыз. Ол, яғни үшінші жақ ол. Орыс тіліндегідей ағылшында үш түрлі. Жаңағыдей қызға she дейміз, ұлға he дейміз, заттарға, жануарларға it деп айтамыз. Бұл туралы бөлек видео бар. Көрмеген болсаңыз, көре кетіңіз. I дегеннің орнына, яғни she деп алып қолданайын. Мысалы, she gets up at 8 o'clock. Яғни get етістігіне s жалғадық. Бұл үшінші жақта қосылатын жалғау. She gets up at 8 o'clock. Жаңағы бірінші жақтағы I have my breakfast-ты үшінші жақта айтайық енді. Үшінші жақта айтсақ, мысалы he деп алсақ, he has his breakfast. Осы жердегі жаңағы have сөзіміз has-ға ауысты. Бұл тек үшінші жақта. Қалған барлық есімдіктерде өзгермейді. Етістік сол қалпында қалады. Енді жаңағы айтқан ғылыми дәлелденген заттар, мысалы екінші қолдану түрі water boils at 100 degree. Яғни су қайнайды 100 градуста. Осы ғылыми фактіде present simple-да қолдандық. Present simple-да түсінікті, яғни қарапайым тілмен түсіндіруге тырыстым. Барлығы түсінікті болса, видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеле отырыңыздар. Астына комментарийға түсінгендеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Мысал жазып кетулеріңізге де болады. Goodbye.